Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге мини эклер жасайтын боламыз. Бұл дастарханның сәнін ашады, әрі ауызға салса ерейтін ең дәмді әрі қолжетімді тәттілердің бірі. Міндетті түрде менімен бірге жасап көріңіздер. Бізге ең әуелі сары май қажет болады. Осындай асты қалың ыдыс алып отқа қойып, сары май үстінен су және де тұзды салып, жақсылап араластырып, сары майын ерітеміз. Суымыз қайнауға кішкене қалғанға дейін дәл осылай сары майымыз ериді. Суды қайнатпаймыз, кішкене қайнауға жақын қалады. Сол уақытқа дейін дәл осылай араластырып тұрамыз. Сары май толықтай еріп, су қайнауға жақын қалған кезде алдын ала өлшеп алған ұнымызды салып, біркелкі болғанша жақсылап араластырамыз. Мен осы сәтте оттың астын өшірдім. Содан ұнды салып, лопатканың көмегімен жылдам араластырамыз. Өте тез әрекет жасау керек. Ұнның ешқандай түйіршігі қалмау керек. Біркелкі болғанша үздіксіз тоқтатпай араластырасыздар. Түйіршік болса әдемі шықпай қалады. Сол себептен дәл осылай араластырып, арасында түйіршік шыққан жағдайда лопатканың көмегімен барлығын біркелкі етіп жасап аламыз. Қамырымызды ыстап көріңіздер. Қамыр қолға күймейтіндей болу керек. Дәл осы қамырды екінші ыдысқа аударамыз. Қамырымыз ыстық емес, қолымыз күймеу керек. Солай тексерсеңіздер болады. Дәл осы қамырды ұстап, қолдарыңыз күймесе, демек үстінен жұмыртқаны салып миксерлеуге болады. Бізде 4 жұмыртқа қолдандым. Сіздер 1 жұмыртқаны салып, содан соң миксерлеңіздер. Барлығын бірден салып жібермейміз. Жұмыртқа пісіп кетуі мүмкін. Сол себепті жұмыртқаны бір-бірлеп салып, бірден миксермен дәл осылай араластырып шығамыз. Міне барлығы 4 жұмыртқа салғаннан кейін біздің массамыз кішкене қоюлана түседі және де біркелкі болып шығады. Міне біздің тура видеодағыдай массамыз дәл осындай болу керек. Енді арнайы қапшыққа салып, осы қамырды дайындап аламыз. Қатты тым қою немесе тым сұйық емес, осындай орташа масса болды. Енді осындай арнайы қапшыққа пакетке де салуға болады. Осындай насадка қажет емес. Кез келген осындай пакетті алып жасай берсеңіздер де болады. Мен осындай мешокқа салып, қазір жасайтын боламын. Противеннің үстіне міндетті түрде пергамент қағазын төсеп алыңыздар және де кіші бөлшектерге бөліп, дәл осылай құйып шығасыздар. Егер жоғарғы жағы биік болып тұрған болса, қолыңызды сулап, үстін осылай қолдарыңызбен басып жіберсеңіздер болады. Мен барлығын дәл осылай жасап алдық және де 200 градуста қарайсыздар, қызарғанға дейін пісіріп аласыз. Енді біз кремін жасауға кірісеміз. Креміне мен 20%-дан жоғары сметаналарды қолданамын, қаймақты, және де қойылатылған сүттің ең қою түрін пайдалансаңыздар, кремдеріңіз әдемі болып шығады. Ең оңай крем, қолжетімді, немесе кәдімгі сливки, творожный сырмен жасауға да болады. Мен үй жағдайында қолжетімді рецепт болу үшін осындай қаймақпен қойылатылған сүт екеуін ғана араластырдым. Бізде осындай әдемі, дәмді крем шықты. Оған дейін біздің мини эклерлері пісті. Қараңыздар, қып-қызыл әдемі болып, ортасы дәл осылай болып пісіп шығады. Арасына крем салып ұсынсаңыздар да болады. Мен бүгін осындай әдемі ыдысқа жинайтын боламын. Қонақ келген кезде осындай ыдысқа салып қойсаңыздар, тіптен керемет әдемі болып көрінеді. Немесе кіші тарелкаларға дәл осылай жинасаңыздар да болады. Піскен эклерді дәл осылай кремге малып, тарелкаға үстін осылай қойып шығасыздар. Құрметті көрермен, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде каналыма тіркеліп алыңыздар. Менің каналымда өте қарапайым, қолжетімді, дәмді әрі оңай рецептерді ұсынатын боламын. Сол себепті каналыма тіркеліп, видеоны лайк басып, төменге өз пікірлеріңізді қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Міне барлығын жинап болдық. Бетіне өз қалауыңыз бойынша шоколад құюға болады, немесе шоколадты теркадан өткізіп салуға болады, жемістерді де қосуға болады. Міне дәл осылай дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Ауызға салса нағыз еріп кететін эклерлер дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын.